Жақсы, бастай беріңіз. Қайырлы кеш, құрметті Uniforce компаниясының әріптестері. Менің есімім Гүлнұр, мен Uniforce компаниясының лидерімін, көшбасшысымын. Бүгінгі күні осы компания Uniforce компаниясының Қазақстанда ашып отырған Қайрат Раев пен Ләззат Шагараева екенін баршаңызда білесіздер. Бұл адамдар толық 23 жыл, енді басында сетевой ашқанда көбіміз білмедік, танымадық деген секілді, содан танысып, білісіп, әліппесін үйренгенінше 23 жыл уақыт өтіпті. Бұл кісілер соңғы 10 жылы бір компанияда жұмыс жасап, сол компанияда үлкен команда құрып, сол компанияда үлкен жаңағы табыс тауып, осы сетевой компанияның расында да ақша бар екенін өздерінің көздері жетіп, командасымен ақша тауып, бұл кісілер үлкен дәрежеге жетті. Яғни бұл кісілер өз армандарын, тапқан табыстарын сетевой компания жаңағы бүкіл сауаттылыққа үйретеді ғой. Ақшаны дұрыс жұмсауды, тағы да сол сияқты жақсы жақтарын жүріп, өздерінің аңсаған армандарына қол жеткізді. Бұл кісілер Жаркент қаласының тұрғындары. Бұл кісілер Жаркент қаласында 2 бірдей инвалид балаларға арналған балабақша ашты. Бұл кісілер өзінің тапқан, таянған ақшасын соған салды. Сондай шын жүректерімен, шын ілтипаттарымен, сондай армандарына қол жеткізгендері үшін, халыққа жақсылық берген үшін, халық та бұл кісілерді қолдап, үкіметке хат жазып дегендей, яғни Назарбаевтың қолынан бұл кісілер 2 медаль алып отыр. Бұның бәрін не үшін айтып отырмыз? Бұның бәрін айтып отырған себебіміз, егер де сен жақсы адаммен жүрсең, жақсы нәрсесін үйренесің дейді. Жаманмен жүрсең, жаманның нәрсесін үйренесің дейді. Сондықтан, егер де бұл кісілер осындай дәрежеге жетсе, жүйелі маркетинг арқылы ақша тауып, көптеген армандарына жете отырып, қайырымдылық қорымен айналысып, Алматыда да 2 жаңағы көп баласы бар аналарға қамқорлық жасап, 2 бірдей балабақша салынған. Сонымен қоса бұл кісілер бүгінгі күні қаржылық сауаттылықты үйретініп, инвестор Қазақстанның инвесторы болып отыр. Бұл кісілер енді сол жерде 10 жыл жұмыс жасап болып, алатынымызды алдық, табатынымызды таптық, аңсаған арманымызға қол жеткіздік. Ендігі күні өз қолым өзімізге жетеді, сіздерге бәріңізге рахмет деп қош айтысып, бір демалысқа, өзіндік демалысқа кетейін деген кезінде артынан ерген адамдар, көздері көрген адамдар бұл кісілерге ұсыныс жасайды. Бүгінгі күні жүйелі маркетингке көбісі көзі жетті. Бүгінгі күні сіздер өнегелі адамдар болып тұрсыздар. Бүгінгі күні сіздердің дәріс беретін, сабақ беретін, үйрететін жағдайларыңыз бар бізді. Сондықтан бізге компания ашып бер деп, Ләззат тыңдамаса да, ол кісінің жан-жары жолдасы Раев Қайратқа да шығып, осындай ұсыныстарын қоймай, мазалап айта бергендіктен, ол кісі ойланады. Бұл кісі ойланады да, жаңағы өлшемге салады. Егер де мен 23 жыл бойы қаншама компанияларды білетін болсам, Гербалайф компаниясын бастағам, Мереке компаниясын бастағам, тағы да өте көптеген компанияларды білемін. Солардың бәрі шет мемлекеттен келеді деген. Шет мемлекеттің товар оборотын көтеріп отырған ең мықты біздің Қазақстан болып отыр. Неге осы Қазақстаннан компания ашпасқа деген ой келген екен? Бұл кісі әрине өзіміздің әр елдің өзінің патриоттық адамдары болады, ұлы да бар, қызы да бар демекші. Ауыз толтырып, мақтанып айтатын жеріміз, бұл кісінің жаңағы отандық, патриоттық сезімі жоғары тұлғада болып, өзіміздің де қасиетті жерде өте көптеген емдік шөптердің бар екенін, осыларды ақырындап үлкен жобаға айналдырып, бүкіл мемлекеттерге неге таратпасқа деген ой келген екен. Сонымен бүгінгі күні көптің сұранысы бойынша бұл кісі ойлана келе Қазақстан арқылы Uniforce деген компанияны ашады. Яғни бұл кісі талай мемлекеттермен команда құрғандықтан көптеген көрші мемлекеттердің бәрі бұл кісілердің еңбегін, бұл кісілердің жобасын, бұл кісілердің тәртібін, бұл кісілердің тәлім тәрбиесін көптеген мемлекет елдерде біледі.
Сондықтан бірден Ләззат пен Қайрат компания ашқаннан бастап ести сала бұл кісілер біз сізбен бірге боламыз деген екен. Мен де сол сияқты бұл кісілермен параллельный болдым бір компанияда. Расында да бұл кісілердің жасаған ісіне, тәрбиесіне, көріп жатқан білімдеріне, бір-біріне үйретіп жатқанын, беріп жатқан жақсылықтарын көріп, жүрегім сүйсініп қарап жүрдімін. Енді бүгінгі күні осы кісімен Алланың құдіретімен кездесе қалып, бүгінгі күні бұл кісі Гүлнұр ханым, мен осылай компания ашып жатырмын. Келем десеңіз де қуаныштымын, келмеймін, орным бар тапқан десеңіз де ренжімеймін, хабарласып, араласып тұрайық дейді. Яғни бұл кісілердің ең басты ұстамасы қарым-қатынас. Бүгінгі күні не көп? Компания көп. Бүгінгі күні маркетинг көп. Бүгінгі күні сетевойда бірінен бірі өтетін өнімдер көп екенін бәріміз де білеміз. Сондықтан бұл Uniforce компаниясы ең біріншіден қарым-қатынастан құралып отыр. Ең керегі осыма деймін. Бүгінгі күні адамдарға ең бірінші жетпейтін нәрсе қарым-қатынас. Сондықтан Uniforce компаниясына қош келдіңіздер. Бұл әлі ғана бастамасы, әлі енді ғана тай-тай тұрып жатырмыз. Ең бірінші кірпішін сіздер мен біздер бірге қалап жатырмыз. Сондықтан да сіздердің де біздердің де пікір ойларымыз, жақсы бағыттарымыз болса ортаға салып, осы Uniforce компаниясын алдыға бастырып, үлкен дәрежеде сақтап, үлкен дәрежеде өсірейік әріптестер. Uniforce компаниясының өте жақсы әрине өнімдері бар. Өнім болған жерде сіз ештеңеден қорықпайсыз. Өнім бар жерде ол өнімді адам өзінің ақшасына сатып алады. Сол жағынан бұл жерде Unibalm, бұл Қытайда, провинция Шэньси дейді, өте сондай табиғаты таза, машинелердің жаңағы газдан, басқа да экологиясы өте таза жерде өсетін шөптің сығындыларынан жасалынған көрінеді. Бұл секретін бүгінгі күні дамыған заманда бұл қандай шөптерден жасалынған сыртында жазылатын болса, қазіргі кезде елдің бәрі қайталап оны жасап алатынын білесіздер. Сондай тамаша өнім болғандықтан Ләззат ханым бұл Unibalmның патентін сатып алып отыр. Мен медик емеспін, мен бұл компанияға бизнес жасауға келіп отырмын. Сондықтан мен сіздерге жаңағы толық медицина тілінде жеткізбеймін. Ол менің мақсатым емес, ол маған маңызды емес. Сондықтан қысқаша ғана керектісін айтып кетейін. Жақсы ма? Сөгі жамандамаңыздар. Яғни кейбір адамдар болады ғой, мен өнім туралы айта алмаймын, мен дәрігер емеспін дейді. Сол сияқты адамдар мен сіздерге үлгі бола аламын. Мен бұл жерге бизнес жасауға келдім. Яғни біздің компанияда өте жақсы, жаңағы Гүлмира Узалы өте жақсы айтады, Лола ханымның курстан жақсы айтады. Көптеген жаңағы адамдар, дәрігерлер бұл өнімдер туралы жақсы ақпараттар беріп жатыр. Яғни Unibalm, Рыскүл ханым Unibalmды айтасыз ба, мен қысқаша өтейін деп отыр екен. Unibalm деп отырғанымыз бұл өте сондай керемет бүгінгі күні өнім болып отыр. Бұл өнімнің құдіреттілігі сіздің тізеңіз ауыратын болса, тізеңізге жаққан кезінде тізенің артында бұлшықеттер бар ғой, тамырлар. Сол тамырларға тиген суықты бірден жұлып алып тұр ғой. Енді жаққаннан кейін білесіздер, жаңағы ас пищевой пленка дейді ғой, сонымен орап тастаған кезінде пищевой пленканың асты прям суланып кетеді. Бұның мықтылығы бірден бұлшық етке, тамырға, сіңірге тиген суықты бірден жұлып алып тұр. Енді адамдар жаңағы шекесіне де жағып жатыр, бас ауырғанда. Желкесіндегі хондроз екінің бірінде бар. Ондай хондроз Индияда бар, ондай хондроз Қырғызстанда да бар, ондай хондроз қай мемлекет болсын, олардың бәрінде бар. Яғни бізде үлкен мүмкіндік. Бұл тек қана бір Қазақстанға ғана арналмаған, бұл бүкіл дүние жүзінде бүгінгі күні кең таралып жатыр Unibalm. Енді бір қызығы, ол жаңағы өте қыздыратын, тек қана суық тигенге,
полиартрит, артрит, ревматоидный артрит деген жаңағы ауруларға, бел ауырғанға, арқадағы шаншу ұстап қалса, шаншу ұстағанда білесіз ғой, қанша дәрі ішсеңіз де, ол дәрі көмектеспейді. Ал мына бальзамды бір жаққанда ары кетсе 15 минутта сондай мүлде тез уақытта мөлшерде сізге көзіңізді жарқ еткізіп ашып, үлкен көмек жасайды. Енді бұл ашылған кезінде көп адамдар, енді білімді адамдар бүйрекке жағуға болмайды деді, геморройға жағуға болмайды деді. Ал сіздер естіп жатырсыздар, иә? Геморройға да керемет, тамаша результат, бір жаққаннан, қолданғаннан жаңағы результат болып жатыр. Таджикистанда бір адам беліне жаққан ғой, сол кезде тура жаңағы геморройына барып ағып кетіп, сондай керемет результат алған. Енді айта берсек, расында да ертегідей, бұл үйне балының кереметтілігі адамдар басына жаққанда қайзаға да кетіп қалған. Бұл мына көздің екі шекесіне жаққан кезінде көз қару қабілеті де жақсарған, бүйректері қысып тұрған кезінде, бүйректі жаққан кезінде бүйректері жазылып кеткен. Сонымен қатар бауыры, асқазандары ауырып тұрған адамдар асқазандарына жаққанда ол да жазылып кетіп жатыр. Енді расында да бұл өте жақсы өнім болып жатыр. Біз өте қуаныштымыз. Халыққа сатып алған ақшасы одан артығымен қызмет жасап жатыр. Кейбір адамдар айтады екен, ой, 19.500 теңге ол қымбат деп. Сонда бір әйел айтыпты, мен осы аяғымнан тіземнен жүре алмай жүргеніме 9 ай болды. 9 айда 10 күндік ем алдым, укол алдым, жаңағы система алдым 10 күнде. 36.000 теңге ақшам кетті деген екен. Сол кезде салыстырмалы түрде қарасаңыздар, расында да өте керемет. Бұл осы бірақ қане бальзаммен біз 3 айдың ішінде керемет товарооборот жасап, бүкіл мемлекеттерді жаңағы тек қана ләззаттың атымен ғана жаңғыртып, үлкен товарооборот жасадық. Сондықтан әлі болашағы бұл керемет. Келесі өнім кальций. Кальцийдің бәрімізге де өте қажет екенін білесіздер. Кальций тіске қажет, кальций қанға да қажет, кальций бауырға да қажет екенін білесіздер. Сондықтан бұл кальций кімге айтсаңыз да өтіп кететін, қолдан қолға тоқтамайтын өте жақсы өнімнің бірі. Тағы бір керемет жағы, бағыты, бұл кальцийді кейбір адамдар таблетка жұта алмайды, капсула жұта алмайды. Сол адамдарға өте қолайлы болып тұр. Кішкентай баладан бастап, кәріге дейін міндетті түрде кальцийдің қажет екенін бәріміз де білеміз. Сондықтан қуана-қуана бұл өнім бізде өтіп кететін болады. Келесі өнім, бұл керемет түйенің сүті. Түйе Алланың құдіретімен, ол түйені де Алла тағала білесіздер, қандай керемет қып жаратқан. Бұл түйенің 3 көзі бар дейді ғой, білесіздер ме? 3 көзі. Түйе жаңағы құмда келе жатқан кезінде жұқа қабыршағы жабылады да, көзіне құм түспеу үшін, соның өзінде түйе көреді екен. Осы қасиетті малдың сүті теңдесі жоқ, адамның ағзасына өте пайдалы екенін біз естіп жатырмыз. Енді бүгінгі күні оның дәмін татамыз. Кейбір адамдар айтады, иә, менің танысым бар, фермаға барып таза сүт үшін ішкелем, салмағын ішкелем деп айтады. Бірақ та ол мүмкіншілік екінің бірінің қолында жоқ. Екіншіден, бұл базарға түскенде, немесе жаңағы сауда мега орталықтарына, басқа да жерге завод арқылы құйылып, флаконға құйылған кезінде, бұл түйенің сүтінің сапасы өзгеретінін бәріміз де бүгінгі күні білеміз. Ал порошок күйінде жасалған кезінде, бұл енді орысша айта берейін, бәріңіз түсінесіздер, свежий күйінде ішкеннен де өте пайдалы екен. Егер де сіз бір стакан түйенің сүтін ішкеннен гөрі, анау капсула күйінде ішкен нәрсе өте пайдалы екен. Сондықтан бұл өнім біздің ағзамызға бүгінгі күні біздің ішіп жеп отырған өнімізде, қолданып отырған продуктыларымызда соншалықты витамин, минералдар, макроэлементтер, микроэлементтер өте дефицит. Ал осы түйенің капсуласы арқылы бір күндік, бір тәуліктік жаңағы суточный дозамызды толық қанды алып отыруымызға мүмкіндік бар. Мінекей енді қарап отырсыздар, хронический гастрит дейді, асқазан ауруы, сахарный диабет деген өте көп, псориаз, аутизм, аллергия, иммунитеттің төмендігі, жаңағы
тез картайып кету, сонымен жанагы дененің жанагы беттің әрленуі, жасаруы, сол сияқты көптеген аурулардың біріне шипа болып, біз бүгінгі күні осы арқылы өте жасарып, денсаулығымыз мықты болады. Құттықтаймын сіздерді. Келесі үні. Ой, бұл деген енді керемет. Мен бұл клипсі туралы естігенде таң қалдым. Бұл клипсі жаңа құлақта точный массаж дейміз ғой, точный массажды тек қана Қытай, Корея, Япония жаңағы мемлекеттерінде өте дамып кеткен. Бұл біздің Қазақстанға және көрші мемлекеттерге, Қырғызстанға, Монғолияға, басқа мемлекеттерде бұл әлі дефицит, яғни бұл үлкен сұраныста. Бұл біздіге енді өте тамаша өнім, біздің жаңағы көзіріміз деп айтуға болады. Сондай елді таң қалдыратын өнім, осыны асыға біз күтіп отырмыз. Өте сондай жайлы, жақсы, көбінесе ер адамдар, көптеген адамдар жаңағы дәрі ішкеннен, витамин ішкеннен де қарсы болатын адамдар бар. Енді бұны құлақта 200 түрлі жаңағы точка бар екен. Яғни біреу салмақтан тастайды, нервы жүйесін жақсартады, бүйрек қызметін жақсартады, ішкі ағзаның бәрін тек қана осы бір ертегідей кішкентай түймедей жаңағы пластырлар өте керемет әсер беру арқылы біз қуанатын боламыз. Осындай өнім бар екеніне, осындай өнімнің бар екенін ауыз толтырып айтамыз. Осындай өнімнің арқасында біз көптеген адамдарға результат көріп, сауабын аламыз. Осындай тамаша Uniforce компаниясында өнімдер бар. Енді тағы да бір керемет өнім бар. Ләззат ханым осы карантиннің жабылар алдында ғана дайындап келді ол өнімді. Бұл өнім ер азаматтарға арналған, 3 түрлі шөптен ғана жасалынған. Оны 12 күнге ішуге болады екен. Бүгінгі күні 10 жастағы балада да простатит бар. Бүгінгі күні жаңағы бала көтере алмай жатқан себепкердің бәрі ер азаматтарда да ондай нәрсе көп болып жатыр. Сондықтан енді орысша айтқанда бұл гармония семья дейді ғой. Сондықтан өте жақсы өнім келеді. Әкелеріңіз бар, ұлдарыңыз бар, бауырларыңыз бар, ағаларыңыз бар деген сияқты өте керемет. Ол енді қолға тиген кезінде бірден жоқ болып деп отырады. Бірден жоқ болып, оны үлгермейтін боласыз айтып. Енді айтып жатқанда ол нәрсе өтіп кететін болады. Сондай керемет тамаша өнімге. Бұл тек қана басы, құрметті әріптестер, Uniforce компаниясының заводы Өзбекстанда өте жақсы, өте жаңағы үлкен мүмкіндіктер бізде алдыда күтіп тұр. Енді мен сіздерге осы компанияда денсаулығыңызды жақсарта отырып, осы өнімнің результатыңызбен бөлісе отырып, ақша табу көзі бар. Яғни сізде $100 2 бальзам аласыз. $100 деп отырғанымыз 39 мың теңге. Бұны смарт пакет деп айтылады. Яғни сіз 2 бальзам алу арқылы бірден осындай дүниежүзілік бизнес құруға мүмкіндік бар. Сіз студентсіз ба, сіз пенсионерсіз ба, бұл жерде бұл бизнестің кереметтілігі, өміріңіздің қатты өзгертетіні, бұл Uniforce компаниясында бар мүмкіндік беріп тұр. Екіншіден, мүмкін сізге 5 бальзам керек шығар. Сондықтан сіз 5 бальзам керек болатын болса, $250 жазылуға мүмкіндік бар. Енді бұл курс доллар 39 мың теңге, сол қалпында қалды. Бүкіл дүние жүзінде өзгертілмеген курс доллары жоқ, бәрі өзгеріп кетті. Тек қана біздің Uniforce'та бұрынғы ескі баға қалды. Бұл нені айтады? Бұл үлкен жақсылықтың нышаны. Енді стандарт деп айтылады. Тағы келесісі $500 кіруге болады. $500 қандай бизнес ашуға болады деп ойлайсыз? Әрине мүмкін емес. Uniforce компаниясында дүниежүзілік үлкен кең деңгейде $500 да жаңағы бизнес ашуыңызға мүмкіндік бар. Бұнда 400 юникеш. Яғни 100 юникешке жазылған кезіңізде, $100 жазылған кезіңізде сізге 80 юникештік балды, қазір бізде Uniforce'та юникеш деп айтады.
$50 кірген кезінде сізге 200 Unicach беріледі. $500 жазылған кезде сізге 400 Unicach беріледі. Ал $1000 жазылған кезінде сізге 800 Unicach беріледі. Енді құрметті ағайын, бұндай үлкен аптасына $20,000 алғыңыз келсе, тіпті аптасына $1000 табыс көргіңіз келсе, сенбеймін дегеннің өзінде $1000 салып бизнес ашуға бола ма? Әрине болады. Яғни бұл басқа компаниялармен салыстырмалы түрде айтатын болсақ, $1000-ға сіз жаңағы элит пакет, золотой директор деген атақ беріледі. Ал бірді естілмей қалды ма? Жоқ, естіліп тұр. Золотой директор деп отырғанымыз, көп компанияларда золотой директор статусына шығу үшін, құрметті әріптестер, бұл үшін көптеген жылдар бойы 2-3 жылы кететін, ол жаңа команда құрып, ондай статусқа шығу үшін, сондай осындай мүмкіндік беріп тұр. Енді $1000-дан кейін не істейміз? Келесісін ашып берсеңіз, Тарскүл ханым. Келесісі енді рекрут бонус, табыс көзі. Бірінші табыс көзі рекрут бонус дейді. Бұл сіздің өзіңіз жақсы баржаннан жақсы результат көрдіңіз, міндетті түрде бір адамға ақпарат бөлісесіз. Ана Давлатов айтады ғой, аузыңды ашатын болсаң, магазинің ашық дейді. Аузың жабық болса, дүкенің жабық дейді, табыссыз қаласың дейді. Ол секілді табыс табу үшін біз таңертең кешке дейін жақсылап тұрып магазинді ашатын болдық. Енді сол магазиніңізді қалай ашасыз? Егер магазиніңізді сыбырлап, $100 жазыла сал, мынау жақсы екен десеңіз, $15 аласыз, $5850 осы керемет бальзамды айтқаныңыз үшін үймен алып қолданайыншы, анама берейін, өзіме алайын деген адам үшін сіз $5850 аласыз. Егер де сіз $200 адамды жазылатын болса, онда ол адам $40 көреді, яғни $15,600 көреді. Егер де сіз $500 жазылатын болса, компанияға тіркелетін болса, партнеріңіз, сіз $90 аласыз. Яғни ол $35,100. Айтыңызшы, қыздар, жігіттер, жай ғана аузыңды ашып сөйлеп, осындай университетқа керемет бар, бальзам бар, бір көргеннен аяғы тізең жазылып кетеді, белің жазылып кетеді деп бір 5 минут сөйлегеніңіз үшін $35,100 алсаңыз, осы үшін жұмыс жасауға бола ма? Әрине болады, Енді $1000-ға, керемет, сразу золотой директор боласың. Мықты, мынауың кейбір өте сатқыш адамдар көп болады. Немесе жаңағы осы сетевой жүйелі маркетингпен айналысқан лидерлер болады, сетевой компания құрғысы келетін. Солар үшін $180. Олар бір рет жазылған ақпарат бергеніңіз үшін бір 5-10 минуттық ақпаратыңыз $70,200 тұрады. Керемет па? Өте керемет. Келесі табыс көзі. Енді бұл көп компанияда мен ешқашан өзім көрген емеспін бұл нәрсені. 3 ай уақыт беріледі. 3 айдың ішінде $100-дан 12 адам шақырсаңыз, сізге $180 жаңағы пайда ақша табыс көзінің сыртында $200 премия беріледі. Ойлаңызшы. Ал егер де $500-дан 12 адам жазатын болсаңыз, сізге $200-дан адам жазатын болсаңыз, $500 сыйлық беріледі. Егер де $500-дан сіз 12 адам шақырсаңыз, сізге $1000 сыйлық ақы береді. Егер де 12 адамды $1000-дан шақырсаңыз, сізге $2000 $780,000 сыйақы беріледі. Ал енді одан артық не керек? Қай жерде бұндай премиальный көрдіңіздер, қай жерде бұндай табыс көзі көрдіңіздер, Енді бір кереметті біздегі тамаша бинарный бонус, бинардан, Қай жағы сізде слабый дейміз ғой, слабыйды қалай деді? Аз, қай аяғыңызда аз, сол аяғыңыздан жаңағы табыс көзін аласыз, Бинар деп отырғанымыз бұл жерде
8% партнер болған кезінде сізге 8%-тен бастап, менеджерда 10%, директорда 12%, золотой директорда 14%, бриллиантовый директорда 17%, президентте 18%, амбассадорда 20%. Құрметті әріптестер, бәріңізге күнде айтып жатырмыз. Ләззат Чайгараева істеген кезіндегі соңғы өзінің 10 жыл бойы жұмыс істеген жерінде мен де болдым, Рыскүл де болдық. Ол кезде бәрімізде тапқан ақшамыз осы бинадан 8%-пен тапқанбыз. Енді бүгінгі күні айтып отырған үлкен деңгейге, үлкен мақсатына жеткен Ләззат Чайгараева болғандықтан, Ләззат туралы айтатын болсақ, $1 миллион дейді, осы 8%-пен таптым дейді. Ал енді бізге Ләззат ханым 20%-ке дейін беріп тұрса, ол кісі 8 жылда 8 үй алса, сіздер 1 жылда 2 үй, 2 мәшинеден алып отыруға мүмкіндік берді. Керемет па? Әрине керемет. Сондықтан бұл маркетинг бізді ұйықтатпайтын болды. Келесі. Рыскүл ханым. Енді бұл сіздерге әрбір сатыңыз үшін сіздің жеткен жетістігіңізді әр қадамыңыздан бастап сыйлық береді. Егер де сіз золотой директорды $100 жазылып командаңызбен де жасауға болады. Немесе бірден $1000 сатып алуыңызға да болады. Сол қалай сіз золотой директор болдыңыз, сізге Uniforce компаниясының осындай тамаша алтыны бар ортасында Uniforce'тың формуласы мен значок беріледі. Сіз бриллиантовый директор болған кезінде ортасында бір бриллианты мен Uniforce компаниясының значогы беріледі. Сіз президент болған кезінде сізге 2 бірдей бриллианты бар Uniforce компаниясының значогы, сонымен қоса сізге осындай тамаша бренд пиджак кигізіледі. Бұл пиджактың өзі сізге үлкен қызмет жасайды. Көз алдарыңызға осы пиджакты киіп елестетіп кетіңіздерші. Біз 2-3 адам, 5 адам, 3 адам осындай бір келкі пиджакта киіп келе жатамызда, бір кафеге шай ішуге кіреміз бірдей. Мынандай бриллиантовый значогымызбен. Қараңыздаршы, сонда адамдардың бәрі, танитын адамдар не дейді? Ойбай, Гүлбаршын, Ғалия, сен қайда істейсің? Болат, мынау пиджагың керемет қой. Бір компанияға орналасып кеткенсің ба дейді, Яғни бұл киімнің өзі сізге үлкен үлесін қосып, үлкен табысқа жеткізетін болады. Ал енді амбассадор болған кезіңізде сізге 3 бірдей бриллианты мен Uniforce компаниясының значогы беріледі. Сонымен қоса сізге өз атыңыз бар, өз есіміңіз жазылған алтын сағат бір бриллианты мен сыйлыққа беріледі. Осындай керемет тамаша сыйлықтар бар, бұның сыртында да көп сыйлық аласыздар. Енді матчинг бонус деп айтамыз, чек от чека, чектен чек. Яғни сіз бірінші линияңыздан 20% аласыз, екінші линияңыздан 10% аласыз, үшінші линияңыздан 10% аласыз. Қалай деп ойлайсыздар? 20% көп па, 10% көп па? Әрине, екінші және үшінші табыс көзі 10% өте көп. Өте үлкен табыс көзі. Бұл жерде сіздер матчинг бонуста, егер де сіздің бірінші жаңағы линияңыз белгілі бір себептермен басқа жаққа көшіп кету мүмкін, немесе әзірше бір той томалақтарымен жұмыс істемей қалу мүмкін, Сол кезде ол кісінің астындағы екінші, үшінші линиядан қай жерден болсын, сізден глубинадан жақсы бір мықты лидер шығып табыс көріп жатса, сол адамнан бастап сізге жаңағы 20%, 10%, 10% деп санала береді. Осындай тамаша жаңағы жағдайлар да жасап қойған. Оның бәрін жаңағы ойластырып қойған. Бұны динамический компресс деп айтылады. Яғни сондай керемет ол әрбір өтір точкасына дейін ойластырған ғой Ләззат ханымдар. Енді автобонус. Автобонус деп отырғанымыз бұл өте керемет нәрсе. Автобонуста талай компанияларда менің өзімнің 3 машинем жанып кеткен, міне жеттім, міне сөйтіп келе жаттырым дегенде талай компаниялар менің машинемді бермей қойған.
Енді бұл жерде болатын болса, жаңағы бриллиантовый директордан бастап, сіз автобонусқа командаңызбен жиналған балыңыз есептеледі, командаңызбен. Енді бұл автобонусқа шыққан кезіңізде $10,000 ақшалай алуыңызға болады. Бұл автобонусты 2,5 айда да, 1,5 айда да, 3 айда да, 4 ай 8 күнде де, қалай сіздің командаңызбен балыңыз жабылады, бірден солай алуыңызға болады. Енді асықпай жасайым дегендер 1 жыл 3 ай, 1 жыл 1 ай, 1 жылдан асып кетсе де, яғни айтайын деп тұрғаным, шектеу қойылмаған. Бұл автобонустарыңыз ешқашан жанбайды. Сондай әділдікпен, сондай жақсылықпен бар мүмкіндіктерді жасап отыр бізге. Келесі путевка. Бұл жерде де айта кететін болсақ, бәрі сравнениеда ғой, бәрін салыстырмалы түрде. Көптеген компанияларда промоушн беріп, 5 адам жазсаң, шетелге барасың деп, 5 адамның жазса тапқан табысымызды, өз бидайымызды өзімізге қуырып беретін. Енді сетевойдың бір жаңағы амалдары көп, сондықтан оның бәрінен де өттік ыстық суығынан. Бұл жерде сіздің жақсы көшбасшы болып, артыңыздан адамдар ертіп, табыс көзіне шығып жатқандығыңыз үшін, мәшинеңіз бір келеді, жақсы жұмыс жасап отқан үшін компания өзі сізді жылына 2 рет тегін саяхатқа тегін апарады. Өте керемет. Айтыңыздаршы, өте керемет, күшті нәрсе. Сондықтан президент болуға міндетті түрде асығыңыздар, міндетті түрде оны болыңыздар. Келесі статус амбассадор. Бұл енді өте тамаша амбассадор. Егер де осы маркетинг шықпай әлі қолымызға өнімде кейінен түсіп жатқан күннің өзінде де біздің азаматтар, осы менің командамда бар амбассадор жауып тастаған, сол сияқты 2,5 айда жауып тастаған болса, сіздердің де бүгінгі күні осознанно дейміз ғой, бүгінгі күні сайт ашық, өнімдер бар. Енді Алла бұйырса, таможня ашылған күннен бастап тағы да қосымша өнімдер болады. Бұны Ләззат ханым тағы да 2 айға ұзартып, июньнің 25-іне дейін мүмкіндік беріп отыр. Бір емес, бірнеше жаңағы амбассадор шығуына мүмкіндік беріп отыр. Осыған үлкен арман, үлкен мақсаттарыңызға жетіңіздер. Амбассадор деген аптасына шыққан чегіңізден басқа ай сайын $500, біреуміз пенсия деп атырмыз, өйткені сетевиктерде пенсия өмір болып көрмеген, біреуміз жаңағы премия, сыйлық ақы деп отырмыз. Қалай атасақ та, олай атайық, маңызды емес, маңыздысы ай сайын сізге сол сыйақы $500 тағы да ақша төленіп отыратын болады. Бұл амбассадордың енді өте бұл енді үлкен жеңіс, бұны жасауға болады, мүмкіндік бәрі бар. Сондықтан 25 июльде ашылар кезінде өздеріңізде естіп алсыздар, естімеген адамдар болса, біздің мақсатымыз естімегендерге естірту, 20 адам емес, 40 адам мәшине алыңыздар деп жатыр. Яғни амбассадор да болыңыздар. Енді бұдан да өткен керемет нәрсе, бұл бізде үй. Активизационный бонус дейді. 3 айда бір, активность айта кетейін, 3 айда бір рет $100-ға қандай статуста тұрмасаңыз да, қандай ақша алып жатпасаңыз да, ешқандай өзгерістер жоқ, $100-ға 3 айда бір активность беріп отырасыз. Сол активностьтан командаңызда ойлаңыз 2000 адам бар. 2000 адам 3 айда бір жаңағы активность жасаған кезінде, солардың бәрінен жаңағы юникеш түсіп отырады. Сол юникештен сізге тағы да табыс көзі түсіп отырады. Өте керемет жасалған, е? Ендігі біздің жүрегіміз дүрсілдеп жасап атқанымыз осы тамаша мынау үй алу мүмкіндігі. Көптеген сетевой маркетингке 2-ның бірі ақша табу үшін келеді, құрметті әріптестер. Бәріміз де сол үшін жүрміз, білесіздер. Бірақ та ол тапқан таянғанымыз, біресе той болады, біресе баланың оқуы болады. Сонымен күнделікті тапқан ақшамыз қолымызға ауқымда жинай алмайды. Соның бәрін ұйымдастырып, осы халқым бірінші үй алса екен деген ниетпен бүгінгі күні основательдеріміз осындай тамаша 9-шы пунктісін кіргізіп отыр. Яғни $1200
табыс көзіне шыққан кезінде сіз бірден үйдің очеретіне тұрып, үйді $50,000 компания өзі сатып алып береді. Бірақ сіз әдден толық оның ақшасын төлеп бітпейінше Uniforce компаниясында обременениеде тұрады. Сіз апта сайын табасыз ғой. Сіз тіпті жоқ дегенде аптасына $1000 тауып жатыңыз. Сіз 4 апта аласыз, е? $1000, $4000. $1000-ыңызды бір айға қалдырып, тамағыңызға, жеп жегеніңізге. Қалған $3000-ыңызды да артық 3 айда ма, 6 айда ма сізге бірден осы үйді ақтап өзіңізге жылына 2 рет үй алуға мүмкіндік беретін жағдайды айтып отыр. Бұл енді өте тамаша, өте керемет. Енді бәрімізде бүгінгі күні үйге жұмыс жасап жатқан кезіңізде машинені, путешествиені ұмытып кетіп жатамыз. Сол кезде есігіңізді қағып, мені ұмытып кеттің деп автокөлігіңіз келіп тұрады. Мені ұмытып кеттіңіз, сіз жақсы жұмыс істедіңіз, путевкаға шетел елге барып келіңіз деп ол келіп тұрады. Сондай енді керемет шын жүрекпен қуанып айтатын маркетинг план. Яғни аузымызға шайнап беріп отыр. Құрметті әріптестер, не істеу керек? Тек қана жақсылап тұрып жұтасау керек, содан іс-әрекет жасау керек. Әрине, бәрімізде бүгінгі күні қуанышпен, жақсылықпен осы компанияны жұмыс жасап жатырмыз, қозғап жатырмыз. Бәріңізге де сәттілік тілеймін. Дендеріңіз аман болсын. Жақсы ай, Рамазан айы қабыл болып, арман тілектеріңіз қабыл болып, бүгінгі күні марафонға қатысып жатқан адамдар, мен сіздерге алғысым шексіз. Сондай алқынып, сондай күшпен, сондай жарқыратып, жақсы үлкен мақсат қойып қатысып жатсыздар. Бәріңізге де рахметім шексіз. Жақсылықпен кездескенше.